Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз термодинамиканы талқылайтын боламыз. Және де бір үлкен есеппен термодинамиканың көп кездесетін есептерін талқылап шығайық. Бізде бір мұз бар деп ойлайық. 200 грамм. Минус 20 градустағы бір мұз. Соны бізге айтады. Буға айналдыру керек дейді. Мұндай есепті қалай шығарамыз? Бірінші түсіндіріп шығайын, қандай мұз, қандай этаптардан өтіп шығатын бұл болу үшін. Бір график сызайық. Мына жерде бір минус 20 градус, мына жерде 100 градус, 0 градус. Біздің мұзымыз бірінші минус 20 градус болған кезде оны 0 градусқа дейін жеткізіп алу керек. Оның формуласы Q тең CM дельта T. Одан кейін ол 0 градуста тоқтап қалады. Біраз уақыт өтіп жатыр, уақыттың графигі. Бірақ температура өзгеріп жатқан жоқ. Мына температуранікі. Бұның формуласы Q тең лямбда M. Осылай қатып қалды бір нәрсе уақытқа. Бұл не үшін болады? Бізде мұзда кристалдық тор бар. Оны жою үшін бір-бірінен оғанда бір энергия керек қой. Сол энергия осы кристалдық торды шашуға кетеді. Мына жерде тұрған энергия. Сосын біз оны 100 градусқа дейін қыздыруымыз қажет. Қыздырудың формуласы ол CM дельта T. Әрдайым CM дельта T. Бірдеңені қыздырғың келсе CM дельта T. Сосын біраз уақытқа ұстап қаламыз 100 градуста, өйткені ол буға айналдырады. Тура сондай, жаңағыдай мұзды суға айналдырған сияқты, судың ішіндегі молекулалар бір-бірінен айыру үшін оғанда бір энергия керек. Оның формуласы Q тең RM. Болды. Егер ары қарай қайттан артқа қарай жүргілерің келсе, ары қарай бүйтіп түсе бересіңдер. Түсесің, потом 0 градусқа жетесің, 0 градустан қай градусқа жеткізгің келеді, соны төмен түсіресің. Бұл жерде жылу жұтылады. Жұтылады. Мына жерде бөлінеді. Көбінесе андай сұрақтарда болуы мүмкін. Так, енді біздің есепке оралайық. Бізде бір мұз бар дедік. Минус 20 градустағы 200 грамм. Үлкен бір Q жазып қояйық. 20 градустан 0 градусқа жеткізуіміз керек. Формула CM дельта T. С мұз, әлі бізде мұз ол. Сосын М көбейтілген 20-дан 0-ге дейін соңғы температурасы 0, минус 20. Қосылған лямбда М, қосылған С. Уже мына жерден кейін ол су болып кетеді. Су М, оны 0-ден 100-ге. 100 минус 0. Қосамыз. Сосын буға айналдыру керек уже. RM. Так. Q тең C мұз деген, айтпақшы ұмытып кеттім. C деген жылу сыйымдылық. Бұл константалар, то есть тұрақтылар. Бұларды кітаптың артында немесе есептің өзінде беріледі. C жылу сыйымдылық, лямбда меншікті балқу жылуы. Сосын R деген меншікті булану жылуы. Так, мұздікі С мұз 2100 көбейтілген 200 грамм, оны міндетті түрде килограммға айналдыру керек. 0,2 көбейтілген 0 минус 0 өте 20. Қосамыз лямбда мұз бізде міне 340 көбейтілген 13 дәрежесі. Бұлар да беріледі есепте. 0,2 көбейтеміз, қосамыз С су 4200 көбейтеміз 0,2 көбейтілген 100 қосылған R. R су бізде 2300 көбейтілген оның 3 дәрежесі көбейтілген 0,2.
бұлардың бәрін қосып шыққан кезде бір сан шығу керек. Бұл не таптық? Біз минус 20 градустағы мұзды буға айналдыруға кеткен толықтай энергияны таптық. Немесе көбінесе есептерде бұлай ұзақ бермейді. Көбінесе бұлай береді. Осынша мұзды 0 градусқа дейін қыздыр дейді, мына жаққа дейін, значит, мынаны ғана қолданасыңдар. Немесе мұзды қыздырып, су айналдыр дейді. Мына екеуін қосасыңдар. Немесе айтады, суды буға айналдыр дейді. Немесе просто суды қыздыр дейді. Барлық формулалар осының ішінде орналасқан. Бұл үлкен бір есеп болады. Так, енді тағы қандай есептер болады? Допустим, тағы мынандай формула бар. Q тең кішкентай Q көбейтілген M. Q деген ол меншікті жану жылуы. Не үшін керек бұл? Біздің айталық делік, жаңағы судың бәрін қыздыруға бір газовый горелкада тұрды дейді. Астында от жанып тұр. Газдан. Соны айтады бізге, газдың пәк 40% дейді. То есть барлық жаңағы от лапылдап жанып жатыр ғой. Сол лапылдап жанып жатқан оттың 40% ғана осы суды қыздыруға кетті делік. Бұны қалай шығарамыз? Бағанағы есептен бізден енді 47 көбейтілген оның 6 дәрежесі джоуль энергия кетті дейік. Осы шықтық деп ойлайық. Сосын айтады, қанша килограмм газ керек бағанағы мұзды буға айналдыру үшін. Қараймыз. QM көбейтілген 40%, пәкпен жазсақ 0,4 тең 47 көбейтілген оның 6 дәрежесі. Мына формула толықтай осы энергияға кетті дейді. Q газдыкін ұмытып қалдым. 47 деп ала берейік, мынаны қысқарып кету үшін. 47 көбейтілген оның 6 дәрежесі деп тағы. Көбейтілген M көбейтілген 0,4 тең 47 көбейтілген оның 6 дәрежесі. Сонда M тең 47 көбейтілген оның 6 дәрежесі бөлім оны 47 көбейтілген оның 6 дәрежесі көбейтілген 0,4. Екеуін қысқартып саламыз. 1 бөлінген 0,4. Ол бізде 10 бөлінген 4. 2,5 килограмм. Сонда осынша джоуль энергияны жұмсау үшін 40% пәгімен 2,5 килограмм газ керек екен. Так, тағы қандай есептер болады? Тағы мынандай есептер болады. Мысалға, бізде бір су бар дейік, 90 градуста 1 килограмм. Оны бір спиртпен қосады. 10 градустағы 2 килограммдағы спирт. Сонда айтады, соңында болатын температура қандай дейді. Мына атпен белгілейміз. Онда есепті қалай шығарамыз? Формула былай. Q берген тең Q алған. Қалай қолданамыз? Бірінші, бір-бірімен су мен спиртті араластырса, ештеңе буға айналып кетпейді. Сондықтан біздің білетін оңай формуламыз CM дельта Т. Мына жерде де сондай. Қойып шығарамыз. С су, М көбейтілген дельта Т тең С спирт көбейтілген М дельта Т. Ашып шығамыз. С су 4200 көбейтілген 1 килограмм. Дельта Т-ны қалай жазамыз? Бізде 90 градустағы су, ол суиды ғой, бір суық затпен қосылса. Сондықтан бастапқы температурамыз 90 градус болған, ал соңғы температура белгісіз. Тең 2510, ол спирттің С көбейтілген 2 көбейтілген. Енді бізде 10 градустағы спирт, ол жылайды кішкене. Ол соңғы температурасы Ö деп айта берейінші енді. Ö минус 10 градус. Осыларды ашып шығамыз. 4200 көбейтілген 10-ның 90 градус. 90 дей берейік. Минус 4200
Ө тең 5020 көбейтілген Ө минус 5020. Сосын мынаны мына жаққа жібереміз. Жоқ, мынаны мына жаққа жіберейік, мынаны мына жаққа жібереміз. Сол кезде Ө теңдеуді шешіп саласыңдар, соның ішінде бір толықта білмеймін, 87 градус деп айта салайық. Бұл не точно. Болды, көбінесе термодинамикадан осындай есептер келеді. Карнот циклы, жылу машиналар ондай қатты қиын емес, бірақ если керек деп жатсаңдар, келесі видеоларда оларды талқылайтын боламыз. Және термодинамиканың бірінші заңы, екінші заңына есеп жоқ, бұл көбінесе бірінші заңына. Изотерма, изобара, изохора деген нәрселерді келесі видеоларда қарастыратын боламыз. Бүгінге осы, және де бұл видео Мегамозг сайтының қолдауымен жасалған. Егер де жеке сабақтар алғыларың келсе, осы видеоның астында менің нөмірім жазылған, немесе WhatsApp-қа жазсаңдар болады. Сау болыңыздар, және лайк қойып достарыңызға айтыңыздар. Сау болыңыздар.